Сәлем, мен сізге бүгін осындай өте жұмсақ, ісіп, әдемі болып көтерілетін және бір жасағаннан әдемі болып шығатын манниктің рецептін көрсететін боламын. Ең алдымен ыдысымызға айранды құйып аламыз. Айранның майлылығы маңызды емес. Үстіне манна крупаны салып, араластырып, үстіне шекер салып, тағы да жақсылап бір келкетіп араластырып аламыз. Үстіне ұнды саламыз. Ұнды міндетті түрде електен өткіземіз және де барлығын бірден емес, аз-аздан саламыз. Ең соңында осылай ақмайды салып біркелкі масса болғаннан кейін ғана барып разрыхлитель қосамыз. Жақсылап араластырып аламыз. Біздің дайын тестамыз осындай. Енді бұны пергамент қағазы төселген қалыпқа салып, туралап жіберіп, жан-жағын сілкіп, ауа шығарып жіберіп, 170 градуста 45-50 минут пісіріп аламыз, қыздар. Менде диаметрі 24 сантиметрлік таба, қыздар. Бірінші ыдыста тұрған кезде суытып, кейіннен ыдыстан алып, тағы да суытсаңыздар болады. Өздеріңіз көріп тұрғандай өте әдемі болып піскен, қып-қызыл болып піскен. Мен бетіне сахарный пудра септім, ол міндетті емес, қыздар. Жасап көріңіздер. Видео ұнаса лайк басып, коммент жазып қойыңыздар, және де менің арнама тіркеліп алуды ұмытпаңыздар.